Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Осындай өте дәмді ватрушки пирогын жасаймыз. Ол үшін жылы сүтке қант пен дрожжыны салып, араластырып, 15 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Дрожжымыз көтерілгеннен кейін қант қосамыз, тұз, жұмыртқа және ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп барып қосамыз, және барлық ұнды бірақ сала салмаймыз, аз-аздан салып отырып илейміз. Бас кезінде осылай қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен илесек болады. Тестамыз дайын болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге бөлме температурасында 1-1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Тестамыз көтерілгенше начинкасын дайындай береміз. Ірімшікке жұмыртқа, қаймақ, және қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен начинкамыз дайын. Тестамыз жақсылап көтерілгеннен кейін оқтаумен домалақ етіп жайып аламыз. Қақпақтың көмегімен ортасын осылай билік салып аламыз. Шетін айналдырып кесіп шығамыз. Енді осы кескен бөліктерімізді екі-екіден бірінің үстіне бірін айқастырып шығамыз. Осылайша барлық шетін өріп шығамыз. Өріп болғаннан кейін шеттерін қолымыздың көмегімен батырып шығамыз. Піскен кезде ашылып кетпеу үшін. Және жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Жарты сағаттан кейін начинкамызды салып, шет жақтарына жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 170-180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Бөлме температурасында суытамыз. Ас болсын.